Достар, сәлем. Бүгін 110-ші сабақтың ұшқыш болар баламын келер шақ тақырыбына арналған тапсырмаларды орындаймыз. 27-ші тапсырма, өлеңді тыңдайық. Ұшып келем көгімде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде, көкте жүріп қызығамын жердегі, сонау өзім ұшқан өңірге. Анау менің асу белдерім, асқарлары таулары мен көлдерім. Туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Бұл Сағит Жиенбаевтың шығармасы. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, соның негізінде мәтін мазмұнын айт. Енді негізгі тұстары деген кезде бұл жерде оны анықтаудың ең бірден бір тиімді әрі оңай жолы ол тірек сөздерді не болмаса сөз тіркестерін анықтап алу. Яғни бұл өлеңде ұшып келем, мөлдір аспан, көкте жүріп қызығу, асқар тау, көл, туған жер деген сөздерді не болмаса сөз тіркестерін алсақ болады. Демек, өлеңнің мазмұны не туралы? Ұшқыштың қай жерде болмасын өзінің туған жерін үнемі сағынып тұратындығы, оны көз алдында елесі кетпейтіндігі, сонымен қатар өзі ұшқан жерлерді, өңірлерді қашанда ыстық ықыласпен, махаббатпен есінде сақтап қалатындығы туралы айтылған. 28-ші тапсырмада мақал-мәтелдерді жатқа жазасыздар. Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Екінші, азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Келер шақ жетістіктерін тауып, оларға сұрақ қойып, салыстыруымыз қажет. Бірінші, жеткізер деген жетістікке не істер деген сұрақ қоямыз. Біледі, не істейді. Енді бұл екеуін салыстыратын болсақ, бұл сөздерге жалғанып тұрған қосымшалар әртүрлі. Жеткізер деген сөзде түбірі жет, кіз деген етістің жұрнағы, ал ер дегеніміз бұл есімшенің жұрнағы. Біледі дегенде түбірі біл етістік, е көсемшенің жұрнағы, д жіктік жалғауының үшінші жағы. Демек, бұнда ер және е деген біреу есімше, біреу көсемшенің жұрнағы екен. 29-ші тапсырмада берілген етістіктерді үш жақта жазамыз. Қандай етістіктер берілген екен? Оқы, көр, ойна. Осы шақта оқимын, көреді, ойнап отыр. Өткен шақта оқыған, көрген, ойнаған. Ал келер шақта оқыр, көрмек, ойнар болады. 31-ші тапсырмада жұмбақты оқып, шешуін тап. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды. Жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Әрине, бұның жауабы ұшақ, аспанға да ұшады, жерде жүргенмен бауырлап жатпайды. Енді осы ұшақ деген сөзбен қатыстырып сөйлем құрайық. Алыс сапарға ұшақпен ұшу тиімдірек. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа сөйлем құрасаңыздар да болады. Келесі 32-ші тапсырмада сызбаға қарап ойланып, содан соң өзің қорытынды жаса деген тапсырма берілген. Енді сызбаға мұқият қарайтын болсақ, ортасында берілген сөздер, бұлар есімдіктер, мен, сен, сіз деген. Әр қайсысына жеке сөздер берілген. Өз, ойла, көр және қуан деген сөздер. Енді бұл сөздерді біз жіктейміз. Яғни бірінші жақта мен өсемін, мен көремін, мен ойлаймын, мен қуанамын. Екінші жақта сен өсесің, сен көресің, сен ойлайсың, сен қуанасың болады. Ал біз дегеніміз бұл жіктеу есімдігі бірінші жақта көпше түрде, біз өсеміз, біз көреміз, біз ойлаймыз және біз қуанамыз болады. Мінекей берілген тапсырмалардың орындалу үлгісі осы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.